туындаған сұрақты біз жауапсыз қалдырмауымыз керек. Ол маған да сізге де қажетті дүние. Кеттік, ал кімде сұрақ бар? Қайырлы күн, Кәмшат ханым. Сәлеметсіз. Кімді қостық? Роза. Кеттік. Қалыңыз қалай? Менің сұрағым сабақтардан негізі қалып қойдым тапсырмалардың. Бір сабақты тыңдасам, соның тапсырмасын орындамай, екіншісіне өту керек емес қой негізі, иә? Содан бір-екі емес, бірнеше аптадан қалып қойдым негізі. Негізі сұрағым, үйдегі энергияшы заттардан ескі заттардан құтылу керек қой, энергияны тазалау үшін. Ал менің анам, енді үйдегі анам, ондай заттар тастауға мүлдем қарсы. Бірақ сондай жағдайда не істеуге болады енді. Бірақ жыныма тиіп тұрады, оны көрсем заттарын көрсем. Жоқ, мынандай нәрсе да. Жалпы сіз ол үйдің қызысыз, иә? Иә. Сіз өзіңізге тиесілі дүниеге жауап бересіз. Өзіңізге тиесілі, өзіңіздің бөлме, өзіңіздің ыдыс-аяқ, өзіңіздің не тағы кітап, анау-мынау, шкаф, өзіңізге тиесілі дүниеге жауап бересіз. Және солардың порядок болғанын қалыптастырасыз. Енді жаңағыдай общий үй, ол үй сіздікі де емес, былайша айтқан кезде да, то есть сіз кететін адамсыз, ол әркімнің өзі келу керек. Менің жыныма тиіп тұрған дүние, я болмаса менің жасағым келіп тұрған дүние өзге адамға титтей болсын, не морально, не материально зиянын тигізбеу керек. Менің өз қалауым. Сондықтан мен өзімнің бөлмемді уют жасап, өзімнің бөлмемді, өзіме тиесілі бөлмем жоқ болса бір бұрышымды, ол дала болсын, үй болсын, өзіме уют жасап алуым керек, өзім қалаған дүниелерді жасау керек. Бірақ никогда менің қалаған нәрсем өзге адамға зиянын тигізбеу керек. Сол үйдегі, сол қоғамдағы, сол отырған, ол жұмыс орнында болсын, ол үйде болсын, ол отбасында барлық жерде да, сіз өзіңізге тиесілі дүниеге жауап беруіңіз керек. Өзіңіздің атмосфераны, өзіңіздің аураны, өзіңіздің пространство алаңды тазалап, порядок ұстау, ол сіздің міндет. Бірақ басқа адамдарға ешқандай зиянымыз тимеу керек. Жақсы, рахмет. Жалпы не только сұрақ, айтамын, қандай да бір белгілі бір нәтиже болған, я бір белгілі бір кедергі болған дүниелер болса да бөлісіңіздер, себебі нәтижемен бөлісу арқылы мына жердегі мысалға бізге қатысып отырған кісілерге қандай да бір сұрақтарына жауап болуы мүмкін. Сондықтан бөлісемін деген кез келген ойларыңызбен бөлісіңіздер.